Бақбақтың емдік қасиеті күшті. Бақбақ гүлі көктемнің келгенінен алғаш хабар беретін гүл. Еліміздің барлық өңірлерінде өсетін гүлдің көптеген дертке шипа екенін естігеніңіз бар ма? Олай болса, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Және каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бақбақ гүлін Еуропа елдерінде, ақш-та, Үндістан мен Жапонияда арнайы плантацияларда өсіреді. Олар сары гүлден шипалы шырын алады, жапырағынан салат, гүлінен тосап пен шарап қайнатады. Бұл өсімдіктің құрамындағы магнийдің мол қоры жүйке жүйесін, жүректі емдеуде көмектеседі, қандағы гемоглобин мөлшерін көбейтеді. Ревматизмді емдеу. Бұл аурудан айығу үшін гүлдің сабағын шикі күйінде жеу қажет. Мөлшері маңызды емес. Жей алғаныңызша жей беріңіз. Гүлдің сабақтары қоңырқай тарта бастағанда пайдаланған дұрыс. Себебі осы кезде оның құрамындағы шипалы шырыны мол болады. Бақбақ гүлін жинап, ұсақтап, тура осы мөлшерде қантпен араластырып, бір тәулікке ашық қараңғы жерге қоясыз. Одан кейін тоңазытқышта 1,5 апта ұстау керек. Содан кейін ғана тұнбаның қоюын сүзіп алып, қалағаныңызша іше беруіңізге болады. Бақбақ гүлінің сабақтарын қабылдау сонымен қатар буын аурулары мен жүрек қан ауруларымен ауыратын науқастарға да өте пайдалы. Күн сайын таңғы астан 2 сағат бұрын аш қарынға 5-10 данасын асықпай шайнап жеу қажет. Артрит пен полиартрит. Оны да бақбақпен емдеуге болады. Ол үшін 10 данасын балғын күйінде үзіп алып, мұқият шайнап жұтқан дұрыс. Созылмалы артритпен ауыратындар бұл гүлді ұсақтап, кептіріп, қысқа сақтауға да болады. Оны қайнаған суға демдеп, күн сайын аш қарынға 1 қасықтан қабылдайды. Буындағы ауруларды басу үшін бақбақ гүлдің 10-12 күндік тұнбасымен ысқаласа жеткілікті. Тұнбаны әзірлеу үшін гүлдерді жинап банкаға нығыздап салып, үстіне тройной одеколон құйып тұндырады. Қалқанша безі мазалап жүрсе, сары гүлдің жапырақтарын алып, оған теңіз балдырын, немесе капустасын, ақжелкен, қайнатылған қызылша қосып, өсімдік маймен араластырасыз. Бұл ағза үшін йодтың мол көзі болып, науқастың жағдайын әлдеқайда жақсартады. Бақбақтан жасалатын емдік бал. Бұл балмен буын ауруларын, остеохондрозды емдеуге, өтпен бүйректегі тастардан құтылуға, зат алмасуды жақсартуға, ағзаның фильтрлері бауыр мен бүйректі қалпына келтіруге болады. Жақсы нәтижеге жету үшін 2 жыл көлемінде қабылдау керек. Алайда кейбір кісілерде 1 жылдың ішінде оң өзгерістер болады. Дайындау үшін бақбақты алғашқы жаппай гүлдеген кезінде жинау қажет. Ол үшін экологиялық таза жерлерден жинаған дұрыс. Bir адамға 1 жылға 3 литр бал жеткілікті. Мұндай балды дайындаудың бірнеше рецепті бар. Бірінші рецепт. 1 литр бал үшін 350 дана бақбақ теріп, салқын сумен жуып, үстіне 1 литр салқын су құйып қоясыз. Ыдысты отқа қойып, қайнатып, қақпағын жауып, баяу отта 1 сағат ұстайсыз. Содан соң сүзіп, қайнатпаға 1 килограмм қант қосып қайнатып, қайтадан баяу отта 1 сағаттай қалдырасыз. Уақыт аяқталуына 15 минут қалғанда 1 лимон сығып, шырынын құясыз. Суытып, ашық жерге ертеңге дейін қалдырасыз. 1 шай қасықтан 3 мезгіл қабылдасаңыз жеткілікті. Екінші рецепті. Елекке балғын 200 дана бақбақты салып, мұқият тазалайсыз. Барлығын ыдысқа салып, 1 лимонды ірілеп турап, қосып, гүлдермен жақсылап араластырасыз. Жарты литр су құйып, 10 минут баяу отта араластырып тұрып қайнату қажет. Оттан түсіріп 1 тәулікке қалдырамыз. Кейін осы қоспаны жақсылап сүзіп аласыз. Сүзіп алынған гүлдерді тастап, сұйықтыққа 750 грамм қант қосып, үздіксіз араластыра отырып қайнатасыз. Одан кейін 30 минут орташа отта қайнатасыз. Алдын ала банкалар мен қақпағын даярлап тұрасыз. Банкаға осы тосапты құйып, бірден бетін жапқан дұрыс. Банканы төңкеріп қойып суытасыз. Ескерту:
Бақпақтан жасалған балды 19 жасқа дейінгі балаларға қабылдауға болмайды. Себебі өсіп келе жатқан ағзаға бақпақ балы кері әсер етіп, қалыптасып келе жатқан сүйек тіндерін зақымдауы мүмкін. Бақпақтың ең бағалы бөлігі тамыры. Халық медицинасында бақпақ тамырының экстракты, тұнбалары кеңінен қолданылады. Ал оның ұнтағын түрлі жара, күйікті жазуға қауқарлы. Мұндай дәрілік заттарды ерте көктемде немесе күзде жасауға болады. Күздігіні гүлдері гүлдеп біткен соң 2 аптадан кейін жасасаңыз пайдасы еселене түспек. Себебі күзге қарай бақпақ табиғи полисахаридтерді бойына жинайды. Өсімдікті күрекпен қазып алып, салқын сумен жуып тазалайды. Сосын оларды бойынан сүтті шырны тоқтағанша кептіріп қояды. Одан кейін оларды жақсы желденетін жерлерде қағаз немесе жұқа маталардың арасына салып кептіреді. Немесе 40-50 градус температурадағы пешке де салуға болады. Күзде жиналған тамыры мен гастритті, өт қабының қабыну мен гепатитті емдеуге болады. Ал мамыр айында жиналған тамырлары геморройды емдеуде және тағы да басқа жыныс ауруларына көмектеседі. Бақпақ қант диабетінде де көмектеседі. Егер сізде қант диабеті болса, сізге мамандар шикі бақпақ тамырынан салат жасап жеуге және бақпақ тамырын кептіріп, қуырып, ұнтақтап, кофе қайнатып ішуге кеңес береді. Тамақпен бірге шикі бақпақ тамырларын қабылдау қатерлі ісік жасушаларының дамуы мен өсуін тоқтатады. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.